Сәлем балалар, келіңдер, қызықты оқиға тыңдайық. Ауылға оралған Рингудың қуанышында шек болмады. Жолбарыс өлді! Жолбарыс өлді! Біз оны өлтірдік! Батту үлкен ағасын мақтан тұтты. Жарайсың, жолбарысты аулау қорқынышты болды ма? Өте қорқынышты болды, бірақ мен дұға еттім. Және сонда өзімді тыныш сезіндім. Бұл маған Иса туралы айтқан ақ түсті шетелдік Сахиб Граб болуы мүмкін. Жүр, оған қарай барайық. Ағайындылар жүгіре бастады. Бұрышқа бұрылған кезде олар елші қызметшінің джипі балшыққа батып қалғанын көрді. Рингу бұқаларды жегіп айдап апарды, және олар джипті тартып шығарды. Ал енді бәрі жақсы. Рингу, көмегің үшін көп рахмет. Бүгін мен сенімен қоштасуым керек. Біз бір-бірімізді көпке дейін көрмейтін шығармыз. Есіңде болсын, Тәңір Иса әрқашан сенімен бірге. Оған адал бол, және әрқашан оған ұнайтын істерді істеуге тырыс. Күнә саған қуаныш әкелмейді. Мен саған берген Құдайдың хаты әлі де сенде ме? Иә, мен оны мұнда қалпағымда сақтап жүрмін. Ең бастысы Құдайдың сөзін жүрегіңде сақта. Сен оның сөзіне сенімді бола аласың. Әй, айтпақшы, менің кішкентай арганым жоғалып кетіпті. Рингу қызарып кетті. Себебі ол аспапты ұрлап, оны ескі қораға тығып қойған еді ғой. Мүмкін Сахиб бұл туралы білетін шығар. Қазір оны іздеуге уақытым жоқ. Өтінемін, маған оны табуға көмектесші. Егер тауып алсаң, оны қалада тұратын Мэри ханымға апарып берші. Ол оны маған алып келеді. Өйткені ол менің қай жерде уағыздайтынымды әрқашан біледі. Рингу ақырын екі қолын айқастырып, құлағының сырғалықтарын тартты. Бұл іс-қимыл арқылы үндістер уәде береді. Нағыз Корку тіліндегі уәде. Ол мұңайып, үйіне қайтты. Мен оны ұрлағанымды неге мойындамадым? Мен қорқақпын. Тәңір Иса, сен мені әлде естіп тұрсың ба? Мен бұл затты ұрладым. Мен бұған өкінемін. Менің күнәмді кешіре көр, және дұрыс әрекет жасауыма көмектесе көр. Және бұл жағдайда қалай істеу дұрыс болады? Рингу ұрланған затты иесіне қайтару керектігін жақсы түсінді. Бірақ мұны істеу оңай емес. Ол туралы адамдар не ойлайды? Оның жүрегіндегі тыныш дауыс кішкентай арганды Сахибке қайтар. Сонда бәрі қайтадан орнына келеді деді. Балалар, сендер де осы тыныш дауысты естисіңдер ме? Егер сендер бірдеңені ұрлап алсаңдар, жағдайды қалай түзетуге болатынын білесіңдер ме? Бұл сұрақтың жауабы келесі бөлімде болады. Жақында кездескенше балалар, менің атым Әлия.